Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, бір кесе сары май, бір кесек қантымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Үстінен қопсытқышпен ұнымызды салып, жұмсақ қамыр қылып илейміз. Міне мен қамырымды илеп болдым. Енді май жағылған табаға қамырымды салып жайып шығамын. Қамырымызды 5 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Творогқа жұмыртқа, қант, қаймағымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырдың үстінен құйып 160 градуста пісіріп аламыз. Міне творожный пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де үйде жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.